Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймыз. Пайғамбарымызға салауат пен сәлемдер болсын. Құрметті жамағат, енді міне Рамазанның екінші жұмасына кірдік. Бүгін жұманың түні, бүгін жұманың түні деп айтады. Ертеңгі түн ол жұманың түні емес, ол сенбінің түні болады. Сондықтан бүгін жұманың түні, Рамазандағы екінші жұма. Жұма қабыл болсын. Алла тағала ұстаған оразаларды қабыл етсін. Енді уағыз айтылып жатыр. Қанша уақыттан бері. Біріміз 20 жыл болды алдымызға уағыз тыңдап келе жатқанымыз Рамазан туралы. Ештеңе қалмаған шығар уже біреулер үшін. Ал енді біреулер биыл ұстап жатыр, біреулер былтыр қосылды. Жалпы бұл Рамазанның ерекшелігі неде? Рамазан ерекшелігі бұның Құранда, құрметті ағайын. Құранда. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала баршамыздың құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Алла тағала сізбен бізді жаратты. Жай ғана жаратып қойған жоқ. Бізге бір үлкен аманатты жүктеді. Үлкен аманатты жүктеді. Ол ойыншық емес. Қараңыздар. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уалақад каррамна бани Адама". Алла Құранда не деді? Мен адам баласын ардақтадым дейді. Адам мына жер бетіндегі ең қасиетті зат. Мынау аспандар мен жердегі ондағы бар нәрсенің ішіндегі ең қымбаты, ең қасиетті киелісі бұл адам, құрметті жамағат. Осыны білу керек. Алла Субхана тағала не деді? "Уалақад каррамна бани Адама" деді. Адам баласын сондай ардақты қылған қасым. Сондықтан қандай бір қасиетті жер болсын, ол өздігінен қасиетті бола алмайды. Ол жерге адам баласы қатысты болмаса. Медине қаласы неге қасиетті білесіздер ме? Қасиетті адам жатқаннан кейін қасиетті болды. Түркістан неге қасиетті білесіздер ме? Киелі жер дейді. Сол ана бір ақсақ темір бір ғимарат сақ қойғандықтан ба? Жоқ. Ол жерде Алланың сүйікті құлдарының бірі, уәлилерінің бірі, қасиетті адамның жатқандығынан. Сол адамның құрметіне ерекше статусқа да ие болды сол қала. Кім себепті? Адам баласы себепті. Адам ғой ол, Адам. Адам баласы себепті. Бұл нені көрсетеді? Жер бетіндегі ең қасиетті зат адам. Осыны ұмытпаңыздар. Адамнан қымбат, адамнан қасиетті зат жоқ. Алла тағала адамды сондай ардақтаған. Енді оны ардақтап қойған жоқ. Енді сондай қасиетке ие болған адам тектен тек емес. Біз неге сондай қасиетке ие болдық? Алла Субхана тағала Құранда айтады: "Инна арадна ал-аманата ала-самавати вал-ард". Біз аманатымызды дейді, аспандар мен жерге ұсындық дейді. Кім менің аманатымды алады? Яғни бұл дін аманаты, иман аманаты, құрметті ағайын. Дін ол, иман ол. Құран. Екінші бір аятта Алла Субхана тағала айтады:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Егер біз бұл Құранды дейді, тауға ұсындық дейді. Алшы мынаны деп. Бұл не деді? Әлгінің үлкен жауапкершілігінен тас талқанын шығып кеткенін көрер еді дейді. Тас талқанын шығып кеткенін көрер еді дейді. Көрдіңіздер ме? Алла тағала бізді ең қасиетті қылып жаратты. Ондағы мақсаты бізге осы үлкен аманатты арту үшін. Қазір келеміз, бұл дін. Неге дін? Деген біз неге қазір уағызымыздың соңында келеміз. Не деді Алла субхана тағала? Біз инна арадна ал-аманата аля самавати вал ард вал джибал, аспандар, жер, және тауға ұсындық дейді. Сендер аласыңдар ма дедік дейді. Аспандар айтты, сендер Құранды аманатты аласыңдар ма? Тауға айтты, жерге айтты. Фәәбәйнә әйяхмилнәһә, оны алып жүруге олар бас тартты. Кімдер? Жер, тау, аспан. Неден? Дінді қабылдаудан. Өйткені бұл үлкен жауапкершілік еді. Үлкен жауапкершілік. Сондықтан жаңағы аятта Алла субхана тағала не деді? Егер біз Құранды тауға түсіргенде таудың тас талқанын шығып кеткенін көреді. Не нәрседен? Мин хошиятилля, Алладан қорққаннан. Ва тилкал амсалу надрибуха линнас лааллакум ятафаккарун. Енді қараңыз, бізге ескерту жасады. Бұл мысалды ол әу баста білді. Бұл Құранның адам баласы үшін болғандығы. Өйткені жердегі ең қасиетті зат адам. Бұны сондай күн ғой деймін. Адам. Енді сол адам. Бірақ Алла тағала не дейді? Біз бұл Құранды тауға түсіргенде дейді, таудың қорыққаннан дейді, тас талқан болып шыққан көрер едім дейді. Тау көтере алмайды Құранды. Біз бұны не үшін беріп жатырмыз дейді? Мысал үшін беріп жатырмыз дейді. Лағаллахум ятафаккарун. Әлгі ақылы бар адамдар ойлану үшін дейді. Бізге Алла субхана тағала Құранды түсірді. Бұны қабылдаудан аспандар, жер, тау бас тартты. Бірақ адам не дейді? Бұл Құранды қабылдады дейді. Кім болған дұрыс дейді? Иннаху кана залуман жахула дейді. Ол өте залым және надан болғандығынан дейді. Бұдан не түсінеміз? Біз надан болғандықтан, біз залым болғандықтан, біз Құранды ескермей жүрміз. Міне әңгіме осы жерде. Аналар алып, заттар бас тартқан аманатты кім көтерді дейді? Адам баласы жауапкершілігін алды дейді. Неге? Өйткені адам баласы өте залым және өте надан дейді. Біз надан болғаннан кейін, құрметті ағайын, біз залым болғаннан кейін біз Құранға мән бермей жүрміз. Міне әңгіме осы жерде. Әңгіме осы жерде.
Біз жайбырақат жүрміз. Мысалы сен әкең алдыда қолындағы бүкіл шаруашылығын не деді? Балам, үйдің үлкені сен. Мынау аманат саған. Мына кішкентай өзіңнен кішкентайларды жеткізесің, оқытасың, қызын ұзатасың, ұлды үйлендіресің деп аманатты жүктеді да. А сен болсаң, әкеңнің қалдырған мүлкін оңды солды шашып жүрсің да, бей-берекет. Біреу кеп саған айтса, ей жаным-ау, мынау аналарға деп саған әкең қалдырып кеткен дүниесі ғой, аманатың ғой, ертең сен жауап бересің ғой деген секілді да. Сол Құран үлкен аманатынан қайталауын алып тастау керек қой деймін. Не дедік? Адам ең қасиетті зат. Оны Аллах менің сөзім емес, ол Алла Тағаланың сөзі. Енді сол адамға Алла Тағала үлкен аманатты мойнымызға қойды бізге. Адамсың ғой. Демек сол аманатты алғандардың ішінде барсың. Адамсыз ғой. Өзімізді адамбыз деп есептейміз ғой. Сол аманатты көтергендердің ішінде бармыз. Бұл аманаттан таулар, тастар, жер бәр бас тартқан. Оны сізбен біз көтердік. Неге? Лианнаху, не деді? Өте залым, өте надан деді. Ол ойланғанда тау секілді бас тартар еді. Я Раб, бұл аманатты алудан мен көтере алмаймын деп. Сол аманат Алланың аманаты. Тауға түсіргенде тау тас-талқан болып кететін аманат. Рамазан айында адам баласына түсті. Шахру Рамадан әлләзи унзила фихил Құран дейді. Рамазан айында Алла Субхана Тағала Раббул Изза Құранды түсірді. Лаухул Махфузға. Сол жерден Құран 23 жылда аят-аят болып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға түсті. Біз сол Құран түскен айдамыз. Құран түскен айдың. Бұл айдың, Рамазан айының қасиетті болуы да сол Құран түскендігі ғана. Рамазанның қасиеттілігі неде? Құранның түсуінде. Бұл Құранды Алла Тағала сізбен бізге түсірген кезде не деді? Мен жаратқан пендем, мен жаратқан пендем, құлым деді. Осы Құранмен өмір сүрсін деп түсірді, құрметті ағайын, құрметті бауырлар. Оны тарауықта оқып, қари келіп, оны жаттап қари болсын деп түсірген жоқ. Бұл Рамазанның қасиеттілігі сол Құранның түсуінде. Енді сол Құранды біз жаттап алсын деген жоқ Алла. Оны тарауыққа шығып оқысын деген жоқ. Оны қайтыс болғандарға бағыштасын деген жоқ. Оны оқыса, оны жаттаса, ол сауап барын, ол кейін келе береміз. Негізгі мақсатына кеп атырмыз да, оны жаттасаң жақсы, оны жамағаттың алдына шығып оқысаң жақсы, қаридың артында тұран, оның бәрін сауап бар. Ол екінші жағдайдан. Бірінші кезекте Алла Тағала бізге осы Құранға амал етсін деп түсірді. Осы Құранмен өмір сүрсін деп түсірді, құрметті ағайын. Біз осы Құранға қайтқан уақытта, біз осы Құранмен өмір сүрген уақытта біз бақытты боламыз. Енді қараңыздар, болды кеше ұстаз айтты, біз Құранмен өмір сүруіміз керек екен деп, ана Құранды ашып алып, сен онымен жүріп кете алмайсың. Сол Құранды түсіндірген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан кейін сол Құранның тәпсірін жазған ғалымдар бар, ғұламалар бар.
Міне солардың нұсқауымен, солардың көрсетуімен біз Құранды түсініп, біз өмірімізге азық етіп оны кіргізуіміз керек, құрметті ағай. Міне Құранның мәні сол. Бұл қазір 30 күн Құран оқылудың да мәні сол, құрметті ағайын. Оны тыңдасақ, одан кейін ол жерде не айтылды, оның мағынасына үңілсек, Алла не деп жатыр? Біз сол Құранға қайтқан уақытта не дейді? Біз бақытты боламыз. Сондықтан Алла Субхану тағала не деді? Мә әнзәлнәл Құр'ана алейка литашқа деді. Қараш. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз айтты, біз саған Құр'анды дейді, бақытсыз болсын деп түсірмедік дейді. Литашқа. Біз қиналсын деп түсірген жоқ. Құранды Алла тағала бізге жол басшы қып түсірген. Өміріміздің қағидасы қып түсірген. Қараңыздар. Соны оқуымыз керек. Оның ішіндегісіне үңілуіміз керек. Міне осы Құранда Алла Субхану тағала бізді ең ардақты зат қып жаратты ма? Бізді жер бетіндегі ең қасиетті зат адам баласы. Бұл адам енді осылай тек Құранды көтеріп алып жүрсін деді ме? Сатып әкеп үйіне қойып қойсын деді ме? Оқымасаңдар да хотя бы тыңдаңдар. 20 ракат тұрып шыдап. Түн ұзақ қой, қазір қысқа келе жатыр ғой. Қысқа келді ғой, ақпанға келді. Рамазан, тарауық, жарайды енді. Жазды күндері түн қысқа дедік. Біз соған амал ету, біз бақытты болсын деп түсірді ғой ол Құранды. Құлдарым, сендер осы Құранмен жүргенде, сендер бақытты боласыңдар деді. Осы Құранмен жүргенде. Сол жерде көрсетті біздің мақсатымызды. Ома халақтул джинна уал инса илля лиябудун деді. Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін, яғни құлшылық дегендегі мағына не? Лияғламуни деп тапсыр жасаған, мені тануларың үшін деп. Әлгі Құранды оқыған уақытта біз Раббымызды танимыз. Құдайды танимыз. Қараңыздар. Міне бұл Рамазанның мәні осы Құранда, құрметті ағайын. Рамазанның мәні Құранда, құрметті ағайын. Оразада емес. Құранда. Алла Субхану тағала осы Құранды бізге не үшін берді? Бізге дұрыс өмір сүрсін деп берді, құрметті ағайын. Әке болсаң жақсы әке болсын деп берді. Басшы болсаң әділ басшы болсын деп берді. Бізге берді бұл Құранды. Сол Құранды оқуға, сол Құранды түсінуге не істеуіміз керек? Ұмтылуымыз керек. Бұлай жүре бермеуіміз керек. Аллаға шүкір, қазір тәпсірлері де бар. Қазақша мағыналары да бар. Ертең үзір жоқ, Құдайдың құзырына барғанда, сенің арабша түсірген Құраныңды түсіне алмадым деуге. Алла аудартты. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл Рамазан айының қадір қасиеті бұл Құранда, құрметті ағайын. Құранда. Бұл Құран айы. Құран.
Ол бір ораза, бір сол біз Алланы тануда, Құранды тануда, соған амал етудегі бір себептер ғана бұл ораза деген. Зекетіміз, садақамыз бір себеп қана бұл. Сондықтан бұл Құран айында қолымыздан келгенше Құранды тыңдауға, оны оқуға, ғұламаларымыз Рамазан айы келген кезде не істейтін еді дейді? Олар бүкіл дәрістерін тоқтататын еді дейді. Не үшін? Өйткені Құранның айы, Құран келді. Имамымыз Абу Ханифа рахимахулла күндіз бір қатым, түнде бір қатым түсіретін болған. Сонда 30 күн оразада 60 мәрте Құран қатымды не істейтін, қатым ететін болған. Қанша мәрте біз Құранды қатым қылдық? Үйренуіміз керек. Аллаға шүкір, мешіттеріміз күндіз ашық, жыл 12 ай. Құдайға шүкір, сол жерде Құран үйрететін имамдар, ұстаздар бар. Қайсыңыз мысалы келдіңіздер? Нағыз біз тәжвид сабағында осылай толып отырмаймыз. Құранның кілті сол ғой. Неге біз Құран тапсыруға осылай кезекпен келіп отырмаймыз, ауыз жасарға келгендей? Шақырмаса да кеп аламыз ауыз ашарға. Ертең келмей қалмаңдар, келіңдер. Біреулер заказ беріп қойған ғой, өтпей қалмасын ауыз. Біз Құранға осылай, ұстаздың алдына осылай кеп отырсақ, талпамен, бірінші мен, екінші мен тапсырам деп, келмейміз. Біз Құранға жақындамай, Құранды түсінбей, құрметті жамағат, біз бақытқа жете алмаймыз. Ол анау каучер, анау жаңағы блогерлердің әңгімесіне алданбаңдар, мен сендерге бақытты болудың жолын көрсетемін деген. Құранды түсінбей, Құранды негізге алмай адам бақытқа жете алмайды. Оған ешқандай нәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ. Құраннан басқа жол іздеп бақытты болып кеткен ешкім жоқ. Тек қана Құранмен жолын тапқандар ғана бақытқа жетті. Бұл дүниеден адам болып, қасиетке еге болып өткен адамдар бар. Сондықтан Құраннан қол үзіп қалдық қой, Құранға қайтайық. Міне сол Рамазан Құран айы болғаннан кейін, осы Рамазанды өзімізге тіпті барлығы болмаса да бір жартысын немесе 1/3 еңбек демалысы қылып алуымыз керек. Біз анау бір айғы демалысымызды біз жазға алып барамыз. Суға түсу үшін, күннің жылығанын күтіп соған дейін алып барып, анау суға бару үшін жаңа соған расчеттаймыз да. Сосын айтамыз, біздің Құран оқуға уақыт жоқ дейміз. Бір 10 күнін сол еңбек демалысының 10 күнін Рамазанға алып қап, қазір 5 содержаниемен 10 күнді сұрап алсаң, осы 10 күнді алғашқы, немесе ортаңғы, немесе соңғы 10 күндігінің біреуіне белгілеп алсаң, 30 күн демалысының бір 10 күн. Мен осы кезде Құранға түсіп алайын. Құран айы келе жатыр. Бұл Құран айы бұл. Сол оразамызда сол Құранға жетудің бір себептері ғой. Қандай себеп? Нәпсіні әлсірететін амалдың бір ораза. Ана ораза ұстаған уақытта нәпсің әлсірейді, күшіне ене алмайды, жуасиды. Сол үшін Алла тағала осы пендем Құранға қайтсыншы деп шайтандарды кісендеп қояды. Енді сылтауды кімге жабасыз? Оразамен нәпсімізді ашықтырып қойды, әлсіретіп. Шайтандарды байлап қойды. Енді Құранға келмесең, бәленің бәрі сенің өзіңнен. Өзіңде бәленің бәрі. Біз қателікті біреуден іздейміз, жоқ. Әңгіменің бәрі өзімізде. Ал 9 күн өтті. Бүгін тарауықтың 9-күні. 9 параны оқимыз.
Не істедік 9 күнде? 8 күн ораза ұстадық. Бүгінгі мен 9-шы тарауыққа келейік деп атырмыз. Не істедік? Кім айтады? Айтыңыздар. Кім қанша бет Құран оқыды? Кім қанша парақ Құран оқыды? Қалды, ар жағында 20 күн ғана қалды ғой, ар жағында 20 күн ғана. Ол да осы 10 күні өткен секілді, ол да өтіп кетеді, келесі аптамен уже жартысын бітеміз оразаны. Болды. Баяғы жартас, бір жартас. Осы айда мешітте осылай толып отыруымыз керек қой, ауыз ашарға келіп толып отырғандай жаңа. Және іздеп жүреміз ғой, ана мешіттің пловы жақсы деп. Ана мешіттің ауыз ашары жақсы, мына мешіттікі онша емес деп. Ана мешіттің құрмасы жақсы, мына мешітте компот береді деп. О мешітке келгенде де анау әжетханасын, условиясын іздеп жүріп келесіздер ғой, дұрыс па? Жанымызға жағатын нәрсенің бәрін үйреніп алғанбыз да. Ал бірақ ақыретімізге керек болған Құранды неге үйренбей жатырмыз? Неге үйренбейміз? Неге Құран сабағында осылай толып отырмайсыз? Мен Рамазан бітеді, Аллаху акбар, мынаны осы жерге аптасына бір рет дәріс келіп, мына отырған ешкім болмайды. Жоқ, өйткені Рамазанмен кетеді болды. Рамазан айы сияқты. Бір айда жоқ болып өтіп кетеді ғой, сол секілді сіздер де біздің көзімізден өтіп кетесіз бе? Жоқ. Міне. Ал Алла субхана тағала бізге осындай бір айды берді. Құран үйренсін. Құран тыңдасын. Құран оқысын деп. Және соған көмектесіп шайтандарды кісендеп қойды. Сондықтан құрметті жамағат, бұл құр өтіп кетті. Бұл рухани ай. Рухани ай. Бұл ауызды немен ашу, не жеу, ол емес, мәселе ода емес. Мәселе бұл жерде Алланы тану, Аллаға жақындау. Біз Құранды оқыған уақытта, Құранды түсінген уақытта біз Құдайға жақындай түсеміз, құрметті ағайын. Бұл үлкен аманат. Егер бұл Құранды мен тауға түсіргенде тау тас талқан болып кететін еді. Неден? Алладан қорыққаннан дейді. Хашиған мутасаддиғи мин хашиятилла. Тилкал амсалу надрибуға линнас. Мені біз осылай адамдарға мысал береміз дейді. Лағаллакум. Не дейді? Ятафаккарун дейді. Бұлар ойланатын шығар бәлкім дейді. Ойланатын шығар бәлкім деп жатыр бізді. А біздің ойланып жүргенімізге қанша уақыт болды? Міне сондықтан біз көп нәрседен құрғалып жатырмыз. Неге? Құраннан алыстап қалғандығымыздан. Құранды оқыған уақытта біз білетін едік. Иқра бисми раббикаллази халақ. Раббы мына қасиетті кітабында бізге түсірген оқы деп, оқуды бұйырып жатыр екен ғой деп, біз ғылымға ұмтылатын едік қой. Таңертеңнен кешке дейін көкпар тартпай. Қанша дүниені сол көкпарға шашпай. Қараш. Содан біз білетін едік қой біз. А сол Құранды оқыған уақытта біз білетін едік ақимус сола ва атуз зака. Намазыңды оқы, зекетіңді бер деген сөзді біз сол Құраннан тапқан болар едік. А бірақ біз Құранды жауып қойып, сағаттап, бақытты, тура жолды басқа жақтан іздеп жүрміз. Ол жаңағыдай. Ақша төлеп. Сондықтан құрметті жамағат, бұл Рамазан қасиетті ай, осы қасиеттілігі Құранда. Қасиеттілігі неде? Құранда.
Енді сол қасиеттілігі бір айда. Ал бірақ Құран бізбен жыл 12 ай. 24-те 7 болу керек. Міне құрметті ағайын, Алла тағала баршамыздың құлшылықтарымызды қабыл етсін. Негізі бізге бақытты болудың жолын Алла Құранда айтып қойған болды. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннеті толықтырып қойған. Тек біз соған қайтуымыз керек болды. Уақыт болды ма? سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. Аллах тағала баршамызды Құранды оқып, қатесіз оқуды, тәжуидпен оқуды баршамызға нәсіп ет, я Рахман. Оқи алмай жүрген бауырларымыз болса, зейіндерін ашып, Құранды қатесіз оқитын қалге жетуін өзің нәсіп еткейсің, я Рахман. Я Рахман, бізді Құранды өміріміздің жол басшысы ете көр, я Рахман. Өмірлік қағидамыз ете көр, я Рахман. Я Рахман тағала соңғы демімізге дейін осы Құранды оқып кетуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк би рахматик. Алла разы болсын.